өте оңай пирог пісіреміз. 200 грамм қаймақ, 100 грамм сары май немесе маргарин, 1 штук жұмыртқа, тұз қосып жақсылап араластырамыз. 300 грамм ұнға 2 шай қасық разрыхлитель қосып, онда осылай өткіштен өткізіп, қамыр илейміз. Жақсылап қамырды илеп, начинка дайын болғанша осылай целлофанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Тауық етін, картошка, пияз барлығын осылай кубик етіп тураймын. Грамм фарш қосып, тоз бұрыш қосып, жақсылап араластырамын. Начинка дайын. Қамырды аламыз, пергаментке ұн сеуіп, қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кіші етеміз. Үлкен бөлігін алып, қамырды жаямыз. Жайылған қамырға начинкамызды салып, жақсылап жұқа етіп, начинканы жайып шығамын. Екінші бөлікті жайып, бетіне жауып, пирогтың жан-жағын осылай түйіп шығамын. Вилкамен осылай тесеміз. Бір жұмыртқаны алып, пирогтың бетіне әдемілеп жағамыз. Куркума қосуға да болады, өте әдемі болады. Алдын ала духовканы қыздырып қоямын. 180 градуста 45 минутқа пирогты пісіріп аламыз. Өте дәмді, жеңіл пирог. Ас болсын.